Батыс Еуропа, Шығыс Майданы, Солтүстік Африка және Таяу Шығыс бағыты, Балқан және Оңтүстік Шығыс Еуропа, Тынық мұхит, Қытай, Жапон деп бүкіл әлем Майдан даласына айналды. Соның ішінде ең жанкештісі батыл да батыр қадам жасай алған қазақтар десек артық айтқандық емес шығар. Оны немістер де мойындап, Гитлердің өзі қазақтарға хат жазыпты. Тарихшы Нұрдәулет Манкеевтің қолындағы құнды құжат соның дәлелі. Бұл латын қарпінде жазылған Гитлердің қазақтарға жазған хаты. Бір сөзбен айтқанда, немістер мынандай нәрсеге таң қалған ғой, осыны біз ерекше мән беруіміз керек. Қандай да болмасын, алғашқы шайқастарын бастаған кезде танкының астына да түсіп, өздерімен бірге танкыны жарып, дұзотты кеуделерімен жауып. Енді дұзот дегенді білесіздер, ішіне сырты брондалған, мынандай ұяшық сияқты ішіне кіреді, пулеметті құратта отырып алады да, алдыға қаратпай, бастыртпай, жаңағы қадам бастырмайды болды. Алдыға жаяу әскерлер жүре алмайды, бір сөзбен айтқанда. Ана дұзотқа оны көздеп атпаса, оның ішіндегі отырған адамды өлтіре алмайды, сондай. Сол себепті еңбектеп барып, сол дұзотты кеуделерімен жапқан қазақтар. Сонда жаңағы қалғандары арғарта ілгері жылжуға мүмкіндік алады, анау соның құшақта. Міне осындайға дейін ерліктерді көріп, самолеттерді де сондай жаудың несіне бағыттап, жаңағы әскери базаларына тағу, жанармай бекеттеріне дейтіндей, сондай менен ерлік көрсетіп, сондай алдыңғы шепте жүріп, сондай ерліктерді көрсете білген. Міне осыны таңғалып, кейін бұлар өлген солдаттардың, әскерлердің жаңа сұрын қараған кезде, бұлар орыс ұлтына ұқсамайды. Сонда немістер таң қалған, біз кімдермен соғысып жүрміз? Мыналар қандай ұлт? Бұлар қандай ұлт? Бұл орыс емес қой, мыналар қандай ұлт деген кезде, кейін соның бәрін анықтап біле келе, бұл деген қазақ дейтін ұлт екендігін, сондай жауынгер халық екендігін біледі мінекей. Сол кезде кейіннен Сталинград шайқасы дейтін бар. Сталинград шайқасы бұл 1942 жылғы 17 шілдеден 1943 жылғы 2 ақпанға дейін болған. 5 айдан астам уақыт. Міне, сол Сталинград шайқасы бізге, біздің Қазақстанның батыс жағына Еділ өзеніне қаратай бағытталған. Міне осы кезде біздің бәрін зерттеп, бұлай келгеннен кейін барып, қазақтардың осындай жаугершілік екендігін біліп, мысалға қай жағынан алып қарасаңыздар да, міне 316 атқыштар жаңағы панфиловшылар дивизиясы да тура сондай алдыдағы неге түсіп тұр, шабуылға тойтарыс беріп тұр. Тағы да басқа сондай тойтарыс беріп тұрғандар көп. Ендігі жерде бері қарата кеп, осыны зерттей келіп, бізге мынандай үндеу жасайды. Гитлер. Енді мынау латынша жазылғандағысы, міне қазақтар деп, мен бұны аударып шықтым, осыны оқып берейін. Қазақтар көп жылдардан бері орыс большевиктері және жендеттер қол астында езілдіңіздер. Олар сіздерді ұрды, соқты, тұтқындады, мыңдаған кінәсіздерді Сібірге айдады. Сіздерді зорлықпен колхозға кіргізіп, еріксіз құл қылды. Өлім алдындағы большевиктер, Сталин қазір де сіздерді қойдай топтап, өздерін сақтап қалмас үшін біздің оққа қарай айдап отыр. Сіздер біздің күшті құралымыздың қарсысында босқа құрып кетесіздер. Өткен июль айында сіздер үйлеріңізде едіңіздер, ал қазір Сталиннің диктатурасы үшін сіздерді өлімге фронтқа айдап келді. Сіздерге өш алатын күн туды. Кінәсіз өліп кеткен бауырларыңыз үшін өш алыңыздар. Орыс большевиктер жендеттеріне жәрдем бермеңіздер. Герман елі сіздерге достық қолын созды. Герман әскерлері Еділдің бірқатар белгілі жерлеріне келіп жетті. Герман әскерлері сіздерге қарсы соғыспайды. Олар сіздердің дұшпандарыңызға қарсы соғысады. Біздің жаққа өтіңіздер, аз күнде бостандық алып жұртыңызға қайтасыздар. Мінекей. Осылай, мінекей сол Гитлердің 1942 жылға август айында, яғни августымыз тамыз айында жазған хаты осындай үндеу тастап, мінекей, бұны неге жазып отыр? Өткен себебі немістерге бірден бір кедергі болып, ілгері аяқтарын ілгері бастырмай қойған осы бірден бір осы қазақ халқының жауынгерлік рухы болатын, турасын айтқан кезде.